Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Абайдың 18-ші қара сөзін оқып беремін. 18-ші сөз. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап-былжыратып, кимей таза кимек дұрыс іс. Дәкен өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал-мұртын, мүшесін, жүрісін, қас-қабығын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын киімін, айран шерін деп солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен, дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын, егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай керден, немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. Тыңдағандарыңызға рахмет.